Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай көздің жауын алатын, нәзіктігіне сөз жеткісіз кереметтей печеньенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Қараңыздаршы, үзілуінің өзі сондай жұмсақ, ал дәмі өте ерекше. Ендеше бастайық. Барлық керекті ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен бөлме температурасындағы жақсы сапалы сары майымызды алатын боламыз. Одан кейін оған қант ұнтағын, яғни сахарный пудраны пайдаланамыз. Бұл жерде маңыздысы, сахарный пудраны пайдаланған кезде печеньеміз өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Сол үшін міндетті түрде қанттың орнына сахарный пудраны пайдаланғаныңыз жөн. Осылайша миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Содан кейін сұйық майымызды құятын боламыз. Мінекей сұйық майымызды құйдық және тағы да миксермен араластырамыз. Содан кейін бір дана жұмыртқамызды қосып және тағы араластырамыз. Бізге керекті консистенция бір келкі қоймалжың болуы қажет. Мінекей жұмыртқамызды қосып жақсылап араластырып жатырмыз. Осыдан кейін кукурузный крахмалды қосуымыз міндетті түрде. Онсыз да жасауыңызға болады, қоспай. Бірақ егер де жасасаңыз, печеньеңіз өте нәзік және үгітілмелі болып шығады. Қазір ең соңында консистенциясын көресіздер. Мына балалар ойнайды ғой, кинетический песок па, сондай секілді. Сондай консистенцияға келетін болады. Мінекей крахмалымызды қосып, бір келкі консистенцияға келтіріп алдық. Енді өзімізге керекті ұнайтын түсіңізді қоссаңыз болады және қоспасаңыз да болады. Бұл жерде кулинарлы красканың қызыл түсін алдым. Кем дегенде бір 7-8 тамшы қосқан болармын. Сол кезде нәзік розовый түске енді консистенциям. Сол маған жеткілікті болды. Сіз сары түсті немесе жасыл түсті пайдалануыңызға болады, бірақ менен сіздерге кеңесім розовый болса сондай тартымды және әдемі көрінеді. Осылайша керекті түсімізді шығарып алғаннан кейін разрыхителімізді құрғақтай ұнымызға салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып, бірнеше бөлікке бөле отырып қоспамызға қосатын боламыз. Бұл жерде миксерді пайдаланбаймыз, осындай қалақшаның көмегімен араластырып отыратын боламыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермеңіз, осылай видеода көрсетілгендей бірнеше бөлікке бөле отырып, салып, жақсылап араластыруымыз қажет. Ешқандай түйіршіксіз қоймалжың консистенция пайда болады басында, содан кейін қоспамыз қамырға айналатын болады. Достар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта өте оңай деген жеңіл дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай ұнның соңғы бөлігін салып жатырмын. Дәл төменде көрсетілгендей өлшемдермен салсаңыз, әдемі жұмсақ болып шығатынына кепілдік беремін. Мінекей осылайша жұмсақ болып қамырымыз шықты. Егер қолыңызға сәл жабысып тұратын болса, сәл ғана ұн себелеуіңізге болады. Ең алдымен осылай пергамент қағазымызды, содан кейін тарелкамызға шекерімізді дайындап алдық. Содан кейін қамырымызды бірнеше кішігірім бөлшектерге бөлетін боламыз. Видеоның басында айтып кеткенімдей, консистенциясы кинетический песокқа ұқсайды. Көрдіңіздер ғой. Мінекей қолымызға сәл жабыспас үшін ұнға сәл аунатып алып жатырмын. Кішкентай шай қасықтың көлемімен осылай үзіп алсаңыздар болады, немесе бір 17-20 грамның көлеміндей аласыздар. Содан кейін осылай дөңгелетіп алғаннан кейін шекерге аунатып шығасыздар, барлық жеріне тигізіп. Содан кейін пергамент қағазына орналастыратын боламыз. Достар, міндетті түрде екі печеньенің ортасына сәл пространство, яғни орын қалдырыңыздар, себебі пісу барысында ол 2 есе ұлғаятын болады. Сол үшін жабысып қалмас үшін бір-бірінен сәл алшақтау орналастырыңыз. Мінекей осылайша барлық қамырымызды бірдей қылып кішігірім бөлшектерге бөліп, осылайша қантқа аунатып шығамыз. Содан кейін қызып тұрған 180 градустағы пешімізге бар жоғы 13 минутқа салып алатын боламыз. Өте әдемі көтеріліп пісіп шығатын болады. Бар жоғы 13 минутта. Мінекей көздің жауын алатын өте әдемі, дәмді әрі нәзік печеньеміз дайын болды. Қазір сіздерге видеода үзіп көрсетейін, сондай нәзік үлбіреп тұр. Сіз де жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.